Қайырлы күн достар, сіздермен бірге осындай өте дәмді әрі өте оңай жасалатын блинмен бөлісетін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жақсылап жарып араластырып аламыз. Үстінен қантты қосамыз. Сүт құямыз. Ыстық суымызды құямыз. Үш ас қасықпен сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырып алып, артымен содамызды ұнымызға салып, араластырып, жаңаға барлық сұйық массамызға саламыз ұнымызды. Жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға ақырындап құя бастаймыз. Майымызды бір тамшы ғып қана құйып, табаның бетімен жүріп шығасыздар. Оны мен көрсетіп үлгере алмадым, түсіріп үлгере алмадым. Міне. Жұқалап құясыздар. Қалың болса, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Үсті барлығын пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шықты. Мен осы видеоны түсіргенше бірталай уже желініп қойды. Сондықтан өте оңай жасалатын блинлардың бірі деп айтсам болады. Құймақты құйғанда өстіп беті тесіктері шығып, және шеті қызарған соң ақырындап алып аудара бересіздер. Шеті қызару керек. Не? Біздің блинымыз дайын болды. Құймақ дейміз ғой қазақша айтқанда. Блинымыз өте дәмді болып шықты, өте оңай болып шықты. Сондықтан сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған ақерке міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.